Бисмиллахи-рахмани-рахим. Зинақор дүниеде үш нәрсені көрмей өлмейді. Біріншіден, зина жасаған кезде оны халал деп істеп жатса, иманнан айырылады. Ал егер осы күйінде өлсе, имансыз өліп, мәңгілік тозақ тұрғындарының қатарында болады. Бұл өте қорқынышты жағдай. Осындай жағдайдан Алла сақтасын. Пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын. Зина жасаушы зина жасаған кезде мүмін болып қала алмайды дегендер, яғни бұл хадистің сахих екендігіне барлық ғалымдар бірауыздан келіскен. Демек, зинақор адам зина жасаған кезде мүмін болып қала алмайды. Өйткені зина жасаған адамның жүрегінен иманы көтеріледі дедік. Зина жасаған адамның жүрегінде иманы болмайды. Жүректе бір уақытта үлкен күнә, яғни зина мен иман бір жүрекке шоғырланса, не иман қалу керек, не зина қалу керек. Үлкен күнәлардың бірі зина. Сондықтан зинаны таңдау арқылы зина жасаса, оның жүрегінен иманы көтеріледі. Аллахтың нұсқауы осы зинада. Егер зинаның үстінде жан тапсыратын болса, ол мәңгілік тозаққа сотталады. Яғни ол имансыз күйде кетеді. Яғни тәубе етуге уақыты да болмайды. Астағфирулла, Алла бізді осындай жағдайдан өлуден сақтасын. Зинақордың кездесетін екінші жағдайы, егер серігіне тәубе етпесе, оның өзіне де зина жасалады. Яғни ол біреудің әйелімен, қызын, әпкесін жолдан тайдырғандай, оның өзіне де сол жағдайға кезігеді. Хадисте зина жасаған адам зина болады деп айтылған. Яғни біреудің қызымен немесе әпкесімен зина жасаса, Алла тағала оған мына жағдайларды көрсетеді. Алла тағала бізді осындай жағдайдан сақтасын. Тіпті көп зина жасаған адам бір ғалымның алдына барған. Ей ғалым, дейді, бұл күнәдан толық құтылу үшін бір сөз, бір сөйлем айтыңызшы. Мен бұл күнәдан құтыла алмай жатырмын, дейді. Менің нәпсім жеңіп шығып жатыр, дейді. Сонда ғалым сұрайды, сіздің қызыңыз бар ма, дейді. Иә, менің бір қызым бар, ол әлі жас, өсіп келе жатыр, ол сондай тәтті, деп ол зинақор жауап берген екен. Сонда ғалым айтыпты, Алла тағалаға ант етемін, қызыңмен біреу зина жасап жатқанын көрсетпей, жаныңды алмайды, депті. Қымбаттылар, бұл өте қорқынышты нәрсе. Алла тағала қызыңның басқа біреумен зина жасап жатқанын көрсетпей, сенің жаныңды алмайды, депті. Сонда зинақор бұл сөздер оған әсер етіп, бұл сөздерден ол қорқып, ол азғындықты толығымен тастап, өзін Құдайға дұға етуге арнады. Осылайша ол өзін түзетті. Яғни, осы біз айтып жатқан оқиға біз зерттеп отырған екінші бөлімге сәйкес келеді. Сондықтан пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, өзінің хадисінде зина жасаған адамға оған да зина жасалатынын айтқан. Алла бұл жағдайдан сақтасын. Зинақор адам кездесетін үшінші жағдай. Беті нұрсыз болады, құрметсіз болады. Ешкім зинақорға сенбейді, өйткені ол бірінші мүмкіндікте жақын адамдарды бұрмалауға тырысады. Осы себепті зинақордың шынайы адал досы болмайды. Демек, зина жасаған адам қоғамда да, отбасында да құрметсіз болады. Тіпті балаларының алдында менсінбесе, Алла тағала зинақордың абыройын кетіріп, бетін нұрсыз етеді. Бұл жағдай адам үшін өте өкінішті. Адамды мал деңгейіне түсіретін жағдай зинақорға керек осы ма? Өмір Алланың берген жалғыз мүмкіндігі. Адамға бір-ақ рет берілетін бұл мүмкіндіктен мал сияқты өмір сүру керек пе? Адамның
санаулы минуттық ләззат үшін бүкіл өмірін, ақыретін, дүниесін құрту керек пе? Алла тағала осындай жағдайға түсуден сақтасын. Жүзі сұлу, аппақ болса да нұрсыз, сүйкімсіз болады. Тақуалығы кеткен адамның нұры жоқ болады. Сондықтан, қымбаттыларым, кім-кімде бұл ауру болса, тезірек Аллаға тәубе етіп, бұл дерттен арылсын. Алла аса мейірімді. Шын жүректен тәубе етсе, Алла тағала кез келген күнәсін кешіреді. Біз тіріміз бе? Демек, әлі де мүмкіндік бар. Бірақ бұл мүмкіндіктің қашан бітетінін ешкім білмейді. Бұл мүмкіндікке қашан тең келетінімізді ешкім білмейді. Сондықтан бұл мүмкіндікті барынша пайдалану қажет. Әртүрлі жаман әдеттерден аулақ болуымыз керек. Соған ұмтылуымыз керек. Соған ұмтылу үшін әрқашан Алланың бізді бақылап тұрғанын сезуіміз керек. Иығымыздағы періштелердің жол көрсетіп тұрғанын сезінуіміз керек. Әрине, осындай жағдайда ғана мұндай жаман қылықтардан арыламыз. Ертеңгі күні біздің болашақ балаларымыз бұл жаман әдеттерден, жамандықтардан қайтатынын сезіне білуіміз керек. Бүгінде жастарымыз жігерге толы, күнә жасауға күшіміз жетеді. Бірақ та Алла тағалаға сыйынуға күшіміз жетеді. Ертеңгі күнімізге қарасақ, күнә жасауға да, Алла тағалаға сыйынуға да күшіміз жетпей қалады. Осы екі жолдың бірін таңдауымыз керек. Жас кезімізде Аллаға сыйынып жалбарынсақ, иншалла қартайған кезімізде біздің алдыңғы өміріміз және соңымыз біз үшін өте әдемі болады. Қартайған кезімде де уақытым болады. Сол кезде де Аллаға сыйынамын деп, жас кезімізде тәубе етпей, күнә жұмыстарды басып жасап, бірақ ең соңында қартайған кезде намаз оқуға күш қуатымыз жетпей қалар ма екен? Бір Алла біледі. Сондықтан күнәні жастық кезде қалдыру. Бұл батылдық Алла тағаланың алдындағы ең үлкен сауап саналады. Қарап отырсақ, амалсыздан күнәдан бас тартудың Алла тағалаға не керегі бар? Сондықтан оған мүмкіндігіміз жоқ. Көпшілік айтады, қартайғанда Аллаға сыйынамын, намаз оқимын деп айтады. Бірақ жоқ, бұл жақсы емес. Жастық кезде көп қыдырып, жас кезінде, күш қуаты бар кезінде көп қыдырып, Алла тағаланың ашуын келтіріп, қартайған кезде, күшіміз жетпей қалған кезде Аллаға сыйынып жалбарудың не керегі бар? Алла тағала осындай жағдайлардан сақтасын. Келіңіздер, құрметті менің діндес бауырларым. Басымыздан осындай келеңсіздіктер орын алса, өзімізді түзетейік. Достарымыз бен жанұямызда осындай келеңсіз жағдайлар болса, оны түзетейік. Бұл жұмыстан мүлде бас тартуды үйретейік. Алла тағала баршамызға әділеттік берсін. Алла тағала күннің соңында Алла тағалаға ғибадат етуді жалғастыруды нәсіп етсін. Алла тағалаға өз халқына береке берсін.